Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымда арықтау жайлы ақпараттарды және ПП рецепттерді таба аласыздар. Бүгінгі қозғайтын тақырыбым вакуум, яғни қазіргі таңда хит болып жатқан вакуумның жасалу техникасын мен сіздерге көрсететін боламын. Қазақ тілді видеоның соңына дейін қарасаңыздар, сізде онлайн түрде жасап кетесіз. Негізі вакуумды онлайн түрде шамамен 10 адамның екеуі ғана үйреніп кетеді екен. Мен өзімде 4-5 рет, 1-2 рет қайталап, 1-2 апталап қайталап сосын барып үйренген болатырмын. Дәл қазіргі таңда мен босанғаныма 4 ай болады. Уже 2 ай болды вакуумды жасап жатқаныма. Ішім кәдімгідей әжептәуір кетіп қалған. Қазір сіздерге көрсетемін оны. Бақша вакуумды жасар алдында ең алдымен гинеколог дәрігеріне барып, гинеколог дәрігерінен қаралып, сол кісімен кеңесіп барып сосын жасаған дұрыс. Өйткені вакуумның пайдасынан гөрі кей жағдайда жасауға болмайтын зияны да бар. Сол үшін гинеколог дәрігеріне міндетті түрде барып кеңесіп жасаған дұрыс. 90-92 килограммнан 77 килограммға салмақ тастаған соң ішім дәл осылай жиналды. Вакуумды жасау жолын, дәл осы видеоны түсіруді мен ұзақ ойландым. Себебі байқасаңыздар, вакуумды жасау жолын көрсететін қыздардың іштері жоқ. Кәдімгі 50-55 килограммды қыздар көрсетеді. Ал менің салмағым 77, бірақ менің салмағымда көрсететін вакуумның жасау жолын көрсететін қыздарды мен ютубтан көрмедім. Сол үшін қыздар, менің ішімді көрсеңіздер, вау деп негатив комментарийларыңызды жазбаңыздар. Өйткені менің салмағым 77, дәл қазіргі таңда арықтау үстіндемін. 90-92 килограммнан дәл қазіргі таңда 77 килограммға түстім. Бұл енді бастамасы, әлі 60 килограммға түскен соң, өзімнің идеальны салмағыма барған соң, міндетті түрде тағы да вакуумның жасалу жолын ішімен көрсететін боламын. Вакуум жаттығуын таңертең ұйқыдан тұрғанда кіші дәретпен үлкен дәретке барып келген соң жасау керек. Вакуумды енді үйреніп жатқан кезде 5-10 рет подходпен жасап, басында кейін 20 рет, 25 рет апарып, күнделікті жасасаңыз нәтижесі болады. Вакуум жаттығуларын жатқан қалыпта, төр тағандап тұрып, отырған қалыпта, тұрған бойда жасауға болады. Вакуумды жасау үшін ең алдымен аяқты иық деңгейіне дейін ашып, тік тұрамыз. Сосын мұрын арқылы терең тыныс аламыз. Артынша демді ауызбен шығарып, сол қалыпта тұрып қалу керек. Демді шығару кезінде қарынды ішке қарай тартып, қарынды барынша арқа омыртқасына дейін қабыстыра түсесіз. Осы қалыпта 15 секунд тұруыңыз қажет. Әр жасаған подход 15-10 секунд болатын болса, сізге вакуум міндетті түрде нәтижесін беретін болады. Алғашында 15 секунд тұру сізге қиындық тудырса, аз уақыттан бастауға болады. Мәселен, 5 секунд кейін, 10 секунд кейін, 15 секундқа апаруға болады. 15 секунд өткен соң жаймен демалып, бұлшық еттерді босаңсытыңыз. Арасында демді ішке тартып, қайта шығарып, 2-3 реттен қайталасаңыз, дәл осы жаттығуды жалғастырып кетесіз. Вакуум жаттығуы кезінде ең маңыздысы мұрынмен тыныс алып, ауызбен шығару. Бүкіл жұтқан ауаны ауызбен шығарсаңыз, ішіңіз босаңсып, ішіңізді тартқан кезде ішіңіз кіретін болады. Вакуум жаттығуы жүкті әйелдерге, асқазанында жарасы бар, яғни язва, гастрит, сондай жарасы бар адамдарға жасауға болмайды, және етеккір уақытында жасауға болмайды деп айтып жатады. Кейбір кісілер етеккір кезінде де жасай береді екен. Отадан кейінгі кезеңде жасауға болмайды. Яғни кесір тілігімен босансаңыз, немесе бір қандай да бір кез келген ота болатын болса, 6 айдан кейін жасауға болады. Босанғаннан кейін ішті кетіретін ең күшті жаттығудың бірі вакуум жаттығуы. Вакуумды жасамастан алдын босанғаннан кейін гинекологқа барып, бір тексеріліп, сосын сол кісінің нұсқауымен жасауды әдетке айналдырыңыз. Вакуумды егер де күнделікті 1 ай бойы жасасаңыз, сізде объем 5 сантиметрге дейін кішіреюі мүмкін. Сол үшін вакуумды күнде қайталап жасай беріңіз. Қасаңыздар, менің ішімде растяжка бар, ол растяжка өкінішке орай кетпейді, тек қана пластикалық отаға жүгінсек қана кетеді, бірақ мен ондай жасатпаймын. Растяжка енді ол босанғаннан кейін артық салмақты көп жинағаннан, тері барынша қатты созылғаннан пайда болады. Өкінішке орай растяжкаға жүкті кезде де ешқандай крем көмектеспейді. Сол үшін растяжканы кетіремін деп кремдерге босқа ақша құртудың қажеті жоқ.
Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Дәл осы видеоның астына комментарий жазып кетіңіздер, қандай арықтау жайлы ақпараттары керек және ПП рецепттер, қандай именно ПП рецепттер керек, соны жазып кетіңіздер. Мен дәл сол комментке қарап видео салатын боламын. Дәл осы видеоны достарыңызға, арықтағысы келетін құрбыларыңызға барлығына жіберіңіздер. Менің каналым сіздерді 100% арықтататын канал.